YouTube каналды бір айда 5 миллион теңге табысқа қалай шығаруға болады? Басында өз нишамда қандай видео өтеді, қандай видео өтпейді, соны тест жасадым. Сол тест барысында екі түрлі видео жақсы просмотр жинады, және мен сол екі видеоның темасын бір видеоға біріктірдім де YouTube каналыма салдым, және ол видео 1 миллион просмотр жинады. Сол видеоның арқасында YouTube каналым күніне 506 мың, 575 мың теңге табыс алып келе бастады. Жаңағы салған 1 миллион 400 мың просмотр жинаған видео маған 2 миллион 326 мың теңге табыс алып келді. Ал канал жалпы бір айда 5 миллион 774 мың теңге табыс алып келді. Көп адам 1-2 видео салғаннан кейін просмотр болмағасын YouTube каналдарын тастап кетеді. Ал мен минимум 15-20 видео YouTube каналыма салам, чтобы түсіну үшін. Бұл тема өтеді ма, өтпейді ма, мен каналыма қандай видео салу керек, қандай видео салмау керек деген сияқты. Егер американский YouTube'ты үйренгілеріңіз келсе, профильдегі сілтеме арқылы 7500 ақ теңгеге үйреніп алсаңыздар болады.